2020 жылға қарай еліміз әлемдік нарыққа 64 миллион тонна мұнай шығаруды көздеп отыр. Бұл дүниежүзілік мұнай қорының 10%. Әрине 2013 жылы қашаған мен орнын игере бастаған кейін ғана осы міндетті жүзеге асыруға мүмкіндік туады. Осы орайда қазанның басында Астанада 7-ші Қазэнерджи Еуразиялық форумы өтеді. Форумға 60 елден 2000-нан астам мейман қатысады деп жоспарланған. Ауқымы кең жиында мұнай, газ және энергетика салаларының маңызды мәселелері қаралады. Алқалы жиын қарсаңында ұйымдастырушылар баспасөз мәслихатын өткізді. Форум барысында Балқашұлы электр станциясының бірінші модульді құрылысы, Атырау мұнай өңдеу зауытында тереңдетіп өңдеу кешенін салу, сондай-ақ орталық Қазақстанда Астананы газдандыру мәселелері талқыланады деп жоспарланып отыр. 7 жылдан бері өткізіп жатырмыз. Бұл жылы енді 7-ші дегесін бұл қасиетті. Жалпы форумға дайындық бәрі жасалып біткен. Ең былай біздің көршілеріміз қызғанып жатқаны, бізде сол дүниежүзілік мұнай кеңесінің өткізіледі осы жылы. Әрине 60-тан көп елден ұлттық мұнай комитеттерінің басшылары келеді. Бұл үлкен, біз Қазақстан үшін үлкен бір сенім білдіргендері.